Ашық есік күніне Мағжан Жұмабаев ауданы Сартомар ауылынан келген Орал Бекетаев 75 жаста. Ол 22 жыл ішкі істер органдарында жұмыс істеген. Бұл мамандықты бала кезінен армандағанын айтады. Зейнеткер тәуелсіздік алғанға дейінгі полиция саласындағы қызмет мүлдем басқа болғанын айтады. Қазіргі біз жер мен көктей бір уақытта мұндай техника, машина болған жоқ. Бізде машина болды, газ пісета дейді ол кездегі. Ескі машина салдырып жүретін, бірақ машина болды. Сонымен жүретіміз де, осы қаланың, бүкіл қаланың ішіндегі. Ана заречный, құрамызда от, сонда баратымыз. Кейде машина сынып қалады, соны тұрып жаяу баратымыз. Қазір бәрі техника астанда машина, компьютер, қазір істеуге болады. Жастарға кішкене жеңіл. Іс-шарада оннан аса техника орналастырылған, бұл арнайы тигр машинасы. Оның салмағы 7600 келіні құрайды. Ол бақылау, патрульдеу және тасымалдауға арналған. Ашық есік күні Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналды. Мерекеге орай қала тұрғындарына көрме ұйымдастырылды. Онда қару-жарақ, тазы ит, арнайы техника мен есірткіге қарсы ақпараттарды көруге болады. В преддверии праздновать 30-летие казахстанской полиции. Іс-шараның мақсаты полицияның ашықтығын көрсету. Барлық ниет білдірушілерге полицияның қандай жағдайда жұмыс істейтінін, қандай міндеттерді орындайтынын көрсеткіміз келеді. Барлық тілек білдірушілерді арнайы техниканы көруге шақырамыз. Іс-шараға келген қала тұрғындары полиция өкілдерінің жұмысымен танысты. Бүлдіршіндер мерекелік жиын ұнағанын және танымды ақпарат алғандарын айтады. Клетка, где бандитов и автоматы. А автоматы какие? Ну, которые вот так смотреть. Еще понравилась собачка. Мне понравилось больше всего рация. Там можно передавать всякие звуки. И мне больше в автобусе понравилась тюрьма. Мне понравилось там клинок и пистолеты всякие там. Мне понравилось тот спецназ. Потому что я люблю спецназов, военных, МЧСников. Я это все знаю. Іс-шара соңында бүлдіршіндерге жедел басқару орталығы таныстырылды. Онда полиция мамандары қаладағы көлік қозғалысымен қатар құқық бұзушылықтарды бақылайды. Орталықта қаладағы 410 камераны көруге болады. Жалпы бүгінгі таңда Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінде 600-ден астам адам жұмыс істейді. Ақнұр Қайырбек, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.